Сәлем достар, есімім Бұрхан Адиханов, Адиханов Education компаниясын басқарамын. Бүгін сіздермен бізде Адиханов Education компаниясы бакалавр студенттерін шетелге дайындауды қалай жүргізетінін баяндап беретін боламын. Ал кеттік. Біріншіден бізде екі түрлі топ бар. Біріншісі бұл 9-10 сыныптар college prep дейді, яғни университетке дайындық бағдарламасын жүргіземіз. Және 11-12 сыныптар бұл мектеп бітірушілермен уже университетке құжат тапсыру сопровождениесі жүргізіледі. Екі этаптың да негізгі ерекшелігі біз дүние жүзіндегі мүмкіншіліктердің барлығын оқушыларға түсіндіреміз. Яғни Америкада қандай университеттер бар, қандай бағдарламалар бар, және оларға қалай тапсыру керек. Common App дегенне, Coalition дегенне, Европада қандай мүмкіншіліктер бар, Канадада, Австралия, Новая Зеландияда қандай мүмкіншіліктер бар, қандай гранттар бар, Түркия бурслары деген не, оның қандай мүмкіншіліктері бар, кімдер қатыса алады. Венгрияда стипендиум Хунгарикум мысалда, Кореядағы KAIST, ЮНИС және басқа университеттері, Сингапурдың гранты, Малайзияның, Гонконг пен Китайдың қандай гранттары бар және оның тиімділігі қандай, сол туралы бірінші мағлұмат беріп, оқушыға өзіне таңдауға, яғни қай университеттерге таңдағысы келетінін біз анықтап аламыз. Одан кейінгі этапта уже анықталған жерлерге оқушы құжаттарын дайындайды. Общий дүние жүзінің кез келген жеріне тапсырған кезде маңызды бір нәрсесі бұл эссе жазу. Яғни егерде эссе жақсы жазылатын болса, оқушы не үшін қай университетке, қандай мамандыққа не үшін түскісі келетінін түсіндіре алатын болса, қызықты оқиғаны баяндап бере алатын болса, өзінің тәжірибесін жақсы жеткізе алатын болса, университет қызықтыра алатын болса, университет оны шақырту береді және оған грант та бере алады. Және грант мүмкіншіліктері әрине әртүрлі жағдайға байланысты. Біріншіден ол GPA-не байланысты, яғни мектепте қалай оқыды, бағаларының барлығы 5 ба. Бұл біріншіден. Екіншіден, ағылшын тілі деңгейі біздің университетте оқуға жеткілікті ме. Үшіншіден, SAT секілді емтихандарды тапсырды ма, яғни National Examinations дейді ғой. Немесе бұл IB дипломаның емтихандары болуы мүмкін, жаңағыдай AP системасының емтиханы болуы мүмкін, Cambridge системасының емтихандары болуы мүмкін. Осыларды тапсырды ма, олардың нәтижесі қандай, немесе ACT-ді тапсырды ма деген секілді мәселелер тоже қарастырылады. Бұл емтихандарды бір университеттер негізгі талап ретінде қоятын болса, екіншілері optional, яғни шартты түрде қарастыра алады. Бұл процестің барлығына біз, яғни ағылшын тілінен IELTS емтихандарына да, бұл SAT емтихандарына да, және құжат дайындау процесіне де толыққанды дайындаймыз. Яғни бала жан-жақты дайындықты көреді. Тек қана бір жақты емес, бізде менторлар болады, яғни оқушымен one-to-one, яғни әр ментор оқушымен жеке кездесіп, оның кейсін жеке қарастырып, оның хатын, эссесін, personal statement, жаңағыдай supplemental эссе, каждый common аптағы бүкіл профилін толтыруды жеке қарастырады. Және де менеджер бұл процестің барлығының үстінен қадағалап отырады. Оқушы уақытылы кездесуге кірді ме, кірген жоқ па, кірмеген болса, ата-анасымен байланысып, кім кірді, кім кірмеді, осы мәселені шешіп отырады. Енді SAT сабақтары бөлек мұғалімдер жүргізеді, жаңағыдай ағылшын тілі мұғалімдері бөлек болады. Ал мен осы компанияның басшысы ретінде міндетті түрде оқушылармен аптасына бір рет немесе 2 аптада бір рет кездесіп, олардың прогресстерін, қандай жетістікке жетті, қандай нәтижелерді жасады, қандай тапсырма болды, қалай орындады, орындай алды ма, сұрақтары бар ма, түсінбей жатқан жағдайы бар ма, соларды шешіп отыратын боламын. Және ата-аналармен дер кезінде кездесіп, ақылдасып, қалай жасаймыз деген сұрақтардың барлығын шешіп отырамыз. Одан бөлек бакалавр бойынша біздің ең керемет продукттардың бірі бұл исследование, яғни research, яғни зерттеу. 3 ай бойы оқушылар белгілі бір тақырыптың аясында зерттеу жасайды. Онлайн кездесу барысында бірнеше топқа бөлініп, әр топтың мүшесі өзінің қызметін атқарады, өзінің зерттеуін жасайды. Университет деңгейінде, яғни Америкалық университет деңгейінде жасалынатын зерттеуді Қазақстанда отырып жасау мүмкіншілігіне ие болады. Соның арқасында академиялық қызығушылығының бар екенін келешекте университетке түсіндіре алады. Яғни бала тек қана мектептің деңгейіндегі пәндерді меңгеріп қана қоймай, креативтілігін өзінің оқыған жаңағыдай пәндерінің сыртында қолдана алды. Яғни стандарттан тыс жағдайда өзінің ситуациясын қарастыра алды деген ситуацияны дәлелдейтін болады. 3 айдың ішінде, бұл аз уақыт емес, 3 айдың ішінде бір
кезде қиналады, біресе дұрыс болады, біресе дұрыс емес болады, біресе жаңағындай қолынан істеген нәрсесі дұрыс оң нәтиже береді, біресе оң нәтиже бермейді. Сол уақытта бала өзін қалай көрсетеді, сол өте маңызды. Бұл тәжірибе келешекте оның эссе жазған кезде де, университеттің интервьюына қатысқан кезде де оң әсеретін тигізетін болады. Неге? Өйткені бала университетке бармай жатып, университеттің деңгейіндегі зерттеу тәжірибесі болғаны бұл университет қызметкерлерінің көзінде өте жоғары болады. Және де ең жақсы нәтиже көрсеткен оқушыларға біздің ғылыми қызметкерлеріміз рекомендациялық хатын жазып беретін болады. Егер де сіздің балаңыз шетелдің университетте оқыған қалайтын болсаңыз, ертеректен бастап дайындалу керек. Яғни бұл 7-6 сыныптан бастап оны белгілі бір бағыттарға баулу керек. Тіпті бастауыш сыныптан бастап белгілі бір саланы спорт болуы мүмкін, немесе тағы да шахмат болуы мүмкін, тағы да басқа өнер болуы мүмкін. Соған баулу арқылы мамандығын да анықтауға көмектессеңіздер болады. Бұл өйткені тек қана соңғы 1-2 жылда дайындалып, құжаттарды дайындап тапсыра салатын нәрсе емес. Университетке тапсыру мәселесі қазіргі таңда background check дейді. Яғни осы уақытқа дейін жинаған багаж знаний, опыта, сол нәрселердің барлығын университеттер тереңірек зерттеп, соны зерттеу институттары соның қандай инструмент арқылы дәлелдеуге болатын жылда зерттейді. Яғни университетке түскеннен кейін қай студент қандай дәрежеге жетті, оның карьерасы қандай болды, оқу барысында кімдер озып кетті, кімдер жаңағыдай қалып қойды деген нәрсені зерттеу арқылы қабылдау механизміне соны жылда өзгеріс жасап отырады. Және қазіргі таңдағы олардың келген тұжырымдамасы соңғы бір имтиханның нәтижесі емес, жаңағыдай IELTS, SAT секілді имтихандардан ең мықты нәтиже емес, ұзақ уақыт бойы осы өз дисциплинированный мектептен тыс белгілі бір нәрсемен айналысқан баланың, оқушының өмірде де жақсы нәтижеге жететінін олар көріп отыр. Сол нәрсені сіздерге бір ұсыныс ретінде айта аламын. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Ол мәселені келесі эфирлерде де қарастыратын боламыз. Егер мынау бейне материал ұнаған болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.